Бала күнімнен құқық қорғау органдарының қызметкері болуды армандадым. Бұл қызметте істеудегі басты мақсатым адамдарға қол ұшын созып көмектесу еді. Мектеп қабырғасында білім алып жүрген кездерімде осы салаға оқуға түсуге бірнеше оқу орнынан ұсыныстар келген болатын. Солардың бірін қабыл алып, оқуға түсуге шешім қабылдадым. Дегенмен, өмірде бәрі сен ойлағандай, сен елестеткендей болмайды екен. Бұл мамандыққа түсу мен үшін мүмкін болмады. Ағамның кеңесімен мұғалімдік салаға бет бұрдым. Педагог мамандығын оқып жүріп, бұл мамандыққа деген ынта-жігерім ояна бастады. Осылайша құқық негіздері пән мұғалімі бола шықтым. Мектепте мұғалімдік сала мен әлеуметтік педагог қызметін қатар алып жүрмін. Бұл қызығы мен қиындығы қатар жүретін қызметтің бірі. Бұл қызметті ұсынған мектебіміздің басшысы Титанов Қайрат Үсенұлы. Иә, мен үшін үлгі тұтарлық жан. Қайрат Үсенұлы менің сонау бала күнгі арман мақсатымды сезгендей осы қызметке тағайындады. Себебі бұл қызмет арқылы мектебіміздің жағдайы төмен, көмекке мұқтаж жандармен көбірек жұмыс істеймін. Және де оған еш өкінбеймін. Құрметті ұстаздар, сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Жанарларыңыз әрдайым нұр шашып, жүзіңізден күлкі кетпесін, зор денсаулық, ұзақ ғұмыр болсын. Отбасыларыңызда әрқашанда бейбітшілік, келісім, қуаныш пен жайлылық болсын. Есіңізде болсын, ұстазсыз бұл әлем әлдеқайда нашар. Өйткені адамзатқа одан әрі дамып, үміт беретін ол мұғалімдер.